Мынау табиғиндар танисыздар ғой, ә? Табиғин деген сахабалардың көзін көрген шәкірттері ғой. Бірақ пайғамбарымызды көре алмаған бұл кісілер. Ең өкіліп өткен адамдар осылар екен да. Бір заманда тұрып, пайғамбарды келіп қасына иман келтіре алмағанда. Өкініш. Ойлаңыз да сіз. Пайғамбарымыз өмір сүріп жатыр да, мына келесі көрші ауылда. Сіз мына жақта жүрсіз, иман келтірмегенсіз ғой әлі. Пайғамбарымыз дүниеден өтіп кеткеннен кейін барып тұрсыз ғой ана жаққа. Сенен асқан өкінетін адам бар ма? Жоқ. Міне табиғиндар осылай көп өкінген адамдардың табы екен да. Сонда табиғиндардың ішінде мынау Эфиопия деген жер бар, мынау Нигерлі Африка материгінде Эфиопия деген жер бар. Сол жерден Ато деген жігіт бар. Ато ибн Аби Рабах құл болып сатылып Меккеге сатылып келеді, құл болып. Жап-жас жігіт құл болып сатылып келеді. Бір әйел кісі Меккеде бұны сатып алады, жаңа жігітті. Қылшылдап тұрған жап-жас жігіт жұмысты қопарады. Мінезі де тамаша. Сонымен ана әйел мұны жұмысқа жегеді ғой, аямай. Құл ғой енді. Құлға керегі жалғыз нәрсе не ол? Азаттық. Одан басқа ештеңе керек жоқ құлға. Сонда аямай жұмыс істейді. Ана сахабалар тірі ғой әлі, пайғамбарымыздың көзін көрген сахабалар. Сонымен бір күні қожайынына келіп айтады, қожайын дейді, мен мынау кешке дейінгі істейтін жұмысымды бар ғой, соны әбетке дейін істеп тастасам бола ма дейді, түстен кейін мен босатшы дейді. Не істейсің? Сахабалар тірі кезде ілім алайыншы деп едім дейді. Давай. Әбетке дейін ана кешке дейінгі жұмысты істейтін бәрін істеп тастайды екен. Сөйтіп түстен кейін барып сахабалардан ілім алады екен, қағбаның жанында отырып. Кешкісін Алламен өзі жалғыз қалады екен жаңағы сахаба, табиғин. Көрдіңіз ба? Өйстіп өмірін үшке бөліп алған ғой. Әбетке дейін жұмыс істейді, түстен кейін ілім алады, түнде Алламен өзі жалғыз қалады. Тахажжуд оқиды, намаз оқиды, не қылады деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезде бұның ілімге деген махаббатын ана әйел көреді ғой, қожайыны. Сөйтіп те әйел айтады ғой, қожайын, ей Ато, мен сенің болашағыңды байламай қойын дейді. Сенің ілімге деген махаббатыңды мен көрдім. Мен сені ешқандай құн талап етпестен Алланың жолында азат ете салам дейді. Көрдіңіз ба? Алланың жолында азат ете салам, болды дейді. Сөйтеді де ана Ато қуанады ғой. Мына әйелді қарасаңызшы, қандай бақытты әйел да. Енді анау ертең қаншама мың шәкірт шығарады ғой, ана жігіт бар ғой. Соның барлығының сауабы кімге барады? Мына азат еткен әйелге барады ғой. Осылай тоқтамайды. Сауабы ешқашан тоқтамайды. Сөйтеді де Ато қуанады да, осы уақытқа дейін өмірін үшке бөліп алды ғой енді бұл. Енді өмірін нешеге бөледі? Үшке бөледі тағы да. Көрдіңіз ба? Енді бұл әбетке дейін ілім алады, түстен кейін ілім береді, түнде қайтадан Раббысына қалады екен. Замандастар айтады, сол Ато ибн Аби Рабах 20 жыл бойы Қағбаның жанын төсек қылды дейді. 20 жыл бойы. 20 жыл бойы ілім алған тоқтамай. Көрдіңіздер ма? Сөйтті де ілімде сондай мәртебеге жетті, сахабалар тірі тұрса да Ато фатуа беретін дейді, дәрежеге жетті дейді ғой. Білімі сондай биікке көтеріп фатуа береді дейді. Кеше келген қара құл ғой, әке шешесінің кім екенін білмейтін. Бүгін міне сахабалардың алдында фатуа береді. Мынау адал, мынау арам, мынау макрух деп кәдімгідей фатуа береді екен да. Ол енді ол іліммен келетін нәрсе ғой, енді отырып алып, так анау бұл арам. Бұл ма? Бұл өлексе ма? Өлексе қалай өлген өлексе бұл? Машина қағып өлтірген ба, пойыз қағып өлтірген ба? Пойыз қақса харам болады, машина қақса адал болады деп жіберетіндер бар екен жаңымен же. Кім қақса да харам болып қалады, өлексе болды. Өліп қалды ма? Болды, харам болады ол. Өтірік фатуа беруге болмайды өйтіп. Бұл іліммен сондай ғалым болғанда жаңағыдай. Құдайдың құдіретін қараңыз. Сахабалар дүниеден өткеннен кейін Меккенің муфтиі болды дейді ғой. Кешегі қара құл бар ғой, бүгін Меккенің муфтиі болды дейді ғой. Ал не дейсіз? Исламның бүкіл ілімінен осы кісі фатуа беретін болған дейді. Ал Алла сондай мәртебесін көтерген, қажылыққа келген бүкіл мұсылмандар әлемнің шар тарапынан келген. Сол кісінің алдында ілім алады екен да, қажылықтың мәселелері жайында содан бірдеңеден қателесіп қалса фатуа алады екен да. Көрдіңіздер ме? Сонда бір күні сол елдің патшасы, Умауилер деген мемлекет бар, сол мемлекеттің патшасы қажылық жасауға келіп жатады ғой. Умауилер мемлекетін таныстырып қояйын сіздерге. Умауилер мемлекеті тарихта 92 жыл ислам әлемін билеген. Солардың заманында біздің Орта Азияға, Қазақстан өңіріне ислам діні кірген.
Демек, мемлекетінің мына шеті Қытайға дейін жеткен. Мемлекетінің мына шеті, географияны білетін адамдар үшін айтып жатырмын. Мемлекетінің мына шеті Атлант мұхитына дейін жеткен. Испания, Португалия, Португалияда тұрған қойын. Марокко, Мавритания, Ливия, Тунис, Алжир, Египет, Судан, бүкіл әлемнің 4-тен 3-ін билеп тұрған халифа, патша қажылыққа келіп жатыр. Ал керек болатын болса, қызық басталайын деп жатыр ғой. Сол келіп жатқан кезде, Меккеге жақындап қалған кезде, бүгінгі сабақ бітіп қалып жатыр бізде, көрдіңіздер ме? Құдай қаласа келесі сапарымызда шәуілдірген кезде айтамыз иншалла. Уақыт бар ма? Онда айтамыз, жалғастырамыз. Бәрі қорқып кетті. Мейлі. Сонда қараңыздар, жаңағы халифа келіп жатады да қажылықтың бір рәсімінен қателесіп кетеді ғой. Ал енді кім жауап береді біздің сұрағымызға десе, Меккеде муфти бар, Ато деген деп айтады дейді. Сонымен Атоның алдына Қағбаның жанына барса, ой, пәленбай адам очередте тұрған жерде. Пәленбай адам кезекте тұрды, анадан сұрақ жауап болып отыр ғой. Сонда жаңағы халифа келіп очередте тұр дейді. Өмірде очередке тұрмаған адам ғой. Көрдіңіз бе? Сонда қасында балалары шапанынан тартып, әке, чотам очередте тұр қой біз деп айтады дейді. Қалай сен очередте тұрсың? Халифасың ғой сен деген. Ойбай, балам үндеме. Именно осы жерде біз очередке тұрамыз. Қазір біз ана кезекті жарып баратын болсақ дейді, ана ғалым бізді қайтарып жібереді дейді, бар кезегіңмен кел деп айтады дейді. Оған қызық емес дейді, халифасың ба, басқасың ба. Көрдіңіз ба, міне ғалым. Үндеме балам дейді. Мынау бір кездері қара құл болып келген дейді. Меккеге қара құл болып сатылып келген дейді. Арада қаншама жылдар өтті. Қара дейді. Қара құлдың алдына халифаны дейді, ақсүйек. Алла кезекке тұрғызып қойды дейді. Алла іліммен қара құлдың мәртебесін әлемнің 4-тен 3-ін билеп тұрған халифадан да биік қылып жіберді дейді. Ал керек болатын болса балам. Балам басың істесе білім ал деп айтқан екен да. Патшалық бұл не емес? Мәртебе емес бұл. Ғалымдық бұл мәртебе. Патшалық егер мәртебе болғанда, Алла Құранда біз патшалардың мәртебесін көтердік деп аят түсіретін деп айтады дейді. Ондай бірде-бір аят жоқ дейді. Бірақ Алла Құранда қайта-қайта біз ілім иелерінің, ғалымдарының мәртебесін көтердік деп айтады дейді. Білетін мен білмейтін тең бола ма деп аят түсіргенде Алла Тағала, көрдіңіз ба? Білетін мен білмейтін тең ба? Тең емес қой. Өлі менен тірінің мысалы сияқты дейді. Білетін адам менен білмейтін адамның мысалы өлі менен тірінің мысалы сияқты дейді. Ана қараңыздар. Алланы еске алатын адам менен еске алмайтын адамның да мысалы өлі менен тірінің мысалы сияқты дейді. Міне сонда кезекте тұр ғой, балам басың істесе ілім ал деп жатыр да, көрдің ба? Алла Тағала қара құлдың мәртебесін көтерді, халифаны кезекке тұрғызып қойды дейді. Сөйтіп анау пәленбай сағат тұрды дейді ғой кезекте ше. Нәпсің шырылдайды ғой енді, бірақ кезекте тұрсын да. Баласын айтады дейді, балам, мына ғалым егер менің сарайыма кіріп келетін болса, мына жерде мен отыра алмаймын деп айтады. Мына тағымда бар ғой, отыра алмаймын. Еріксіз орнымнан тұрып кетемін деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Ғалымдарды сондай мәртебе берген Алла патшаларды зыр жүгіртеді алдында деп айтады дейді. Мінекей, білімнің мәртебесі осындай, құрметті жамағат. Алла біліммен адамдардың мәртебесін көтереді. Алла біліммен адамдардың мәртебесін түсіреді, егер де ол тәкаппарланатын болса. Өйткені бұл ілім шайтандарда да болған дейді. Ол тәкаппарлығы себепті осындай лағнетке ұшыраған дейді. Қанша жерден, 1000 жерден ұлық болсаң да, бәрібір сен елдің алдында, халықтың алдында кішіксің.